Сәлем достар, тағы да сіздердің алдарыңызға шығуға тура келіп тұр. Бағана айтуды ұмытып кетіппін. Бұл осы жолдауым Ресейде тұратын өзіміздің қандастарға арналады. Ресейде Саратов, Орынбор, Омбы, Астрахань, Төмен, тағы да біздің қазақтар, қандастар тұратын Ресей қалаларында тұратын біздің бауырларымызға, қазақтарға арналады. Құрметті бауырластар, қандастар, өздеріңіз көріп жатсыз. Путин соғысқа ең бірінші Ресейдегі аз халықтарды жіберіп жатыр. Солардың ішінде міне қазақтар, татарлар, башқұрттар, дағыстандықтар, тува, бурят, сол сияқты ұлттарды, якут, саха, сол сияқты ұлттарды түгелін қыру үшін жіберіп жатыр. Ол енді өздеріңізде түсінген шығарсыздар. Мынау Путин бір оқпен екі қоянды атқысы келеді. Бұл Ресейді бір жағынан біздің басқа ұлттардан тазалағысы келеді. Сонда Ресейде мынау соғыста басқа ұлттар қаза болады да, Ресейде тек қана орыс ұлты ғана қалады. Сол үшін құрметті бауырлар, құрметті қандастар, қазақтар, Ресейдегі қазақтар, Путиннің жіберген повесткілеріне, соғысқа баратын повесткісін алмаңдар, алмауға тырысыңдар. Міне бізге Қазақстанға бірнеше күн болды, міне орыстар лек-легімен ағып жатыр, жаяу де келе жатыр, машинамен де, самолетпен де, поездбен де, басқа көліктермен ағылып келіп соғыстан қашып жатыр. Сендер неге олай істемейсіңдер? Сендер өмір сүргілерің келмей ме? Неге сендер сондағы тұрған бауырлар, неге өздеріңіздің ағаларыңызды, інілеріңізді, бауырларыңызды, күйеулеріңізді неге соғысқа жіберіп жатсыздар? Ол соғыс, ол сіздердің соғыстарыңыз емес, ол орыстың, Путиннің соғысы. Ол соғыс сендерге керек емес. Ол соғыстан аман қайтқан ешкім жоқ. Сол жерге, сол соғысқа барсаңыздар, сол жерде қаласыздар. Украинаның жерін тыңайтқыш ретінде қаласыздар. Сол үшін міне орыстар келгенше сендер өздерің неге қайтпайсыңдар осы біздің Қазақстанға, еліне? Туыстарыңды, бауырларыңды, ағаларыңды, інілеріңді, әкелеріңді әскерге алып кетеді деген осында Қазақстанға жіберіңдер. Қазақстанда бір орын табылады, нан табылады, жұмыс бірдеңке қылып табасыңдар, тұратын орын табылатын шығар. Анау жақта Украинада өлгенше одан да соғыстан қашыңдар, қашып өздеріңнің туыстарыңа біздің Қазақстан Республикасына келіп, өздеріңізді бастарыңды сауғалаңдар. Құдай сақтасын сендерді, бауырлар. Тек қана амандықпен кездесе берейік. Ауылға қайтыңдар. Қазақстанда сіздерді күтеміз. Бауырлар, қандастар, қазақтарым менің.